Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Өткен жылдың соңында бүкіл елді шулатқан, қалың елдің қабырғасын қайыстырған Талдықорғандағы Шерзат Пулаттың қазасы. Одан кейін артынша Нұрғанат Ғайыпбаевтың өз-өзіне қол жұмсауы қоғамда үлкен резонанс туындатты. Бүгінде аталған іске байланысты алдын ала тыңдау өткен екен. Жалпы дәл осы тыңдаудан кейін Шерзаттың әкесі Қаржаубай Нұрымов журналистерге берген жауабында қылмыскерлерді ақтап алып, оларды босатып жіберіп жатса қарсы емеспін. Бәрібір сот соларды ақтап алатын сияқты деп мәлімдеді. Яғни сот отырысында әділдік бола қоймас дегендей пікір қалдырды Қаржаубай Нұрымов. Демек, бұл істегі сиыр құйымшақтық байқалып қалған болар бәлкім. Қылмыс Талғарда болғанымен, дәл қазір сот процесі Талдықорғанда өткізіліп жатыр. Жоғарғы сот мұны күдіктілердің көбі Талдықорғандағы уақытша қамау изоляторында отырғанымен түсіндірген. Істе 62 том бар, 200-ге жуық куәгер тартылған. 40 сот сараптамасы жүргізілген, 9 күдікті бар. Бұған дейін 11 деп айтылған еді. Кәмелетке толмаған Шерзат Пулатты өлтіру қылмысы бойынша тыңдау Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында өтіп жатыр. Сот өндірісі қазақ тілінде, процеске көп ақпарат құралдары мен бақылаушылар жиналған, журналистер мониторы бар бөлмеге кіргізілген екен. Алдағы уақытта сот процесі онлайн түрде YouTube каналдан көрсетіледі деп жатыр.